Қыз мені ұнататынын қалай білемін деген сұрақты қойып отырған жігіт ешқашан сол қыздың алдында немесе әйелдің алдында ешқандай абырой ешқашан болмайды. Мұндай сұрақ лидер емес, қалай айтсам, тәуелді адамның төменнен жаңағы жоғарыға қойылатын сұрақ қой. Бұл қашан сенің басында осындай сұрақ туып, қалай қызды қаратамын, қалай жаңағы оның жүрегін жаулап аламын, қалай деген сұрақтар туатын болса, қызға қатысты, значит, сен ол қыздың қасында жүрген терпиласың, терпиш, шыдап күтіп жүрсің деген сөз. Ал қыз қалай ондай терпилаға ғашық болады да, мысалға айтқанда. Қыздар бізге қараған кезде сезімтал келеді, олар сезгіш келеді, басында кездескенде мені жақсы көретін, потом мен өзім құрттым, или кейін өзгеріп кетті дейтін жігіттер слабактан бұрын өздерін алдап жүрген адамдар. Бұл өте үлкен тақырып, негізі көп нәрсе айтуға болады. Қысқаша айтқанда, егер менің таңдаған қызыма не әйеліме мен бүгін да мысалға жинал, ертең ауылға барамыз, сол жақта тұрамыз деген кезде киімдерін жинай бастамаса, жігіттер ол нәрсені қоя салыңдар, ол жерде ешқандай махаббат жоқ. Ол жақты қыз жақтан да. Не деп ол қызды ақтасаңдар да, мен оны дәлелдеп бере аламын. Тура осындай жағдайларда әйелін қызын жаңағы болды, әйелі қызың болды келісіп, сол амалын жасай бастамаса, сенің айтқаның, мен жақсы көреді деген әңгімені ойлау, ол жаңағы өтірік әңгіме да. Ал енді еркек жігіт всегда дұрыс бола бермейді ғой, енді шешімі қате қабылдап тұрған шығар, ақымақ шығар деген сұрақ туса, онда қыздың обалы жоқ. Ондай ақымақ жігіт таңдап алған. Өзі де ақымақ та, онда ақыл есі дұрыс қыз, тоже ақыл есі дұрыс жігітті, разумный шешім қабылдай алатын жігітті таңдай алуы керек. Ал егер ақымақты таңдаған екен, демек өзі де одан алыс емес. Енді қалай білеміз, қыз бізді шынымен де сүйеді ме? Оған шанс береміз. Яғни белгілі бір условиялар жасау арқылы қыздың саған деген сезімін анықтайсың. Бірақ 99% деп айтайын, 98% дейікші, ол қыз сенің шешіміңе, условияңа түкіргені бар негіз. Бұл туралы толық жабық ақылы біздің курстарымызда, сабақтарымызда айтатын боламыз.